Майға қуырмай-ақ осылай ерекше әдіспен пеште пісіріп дайындап көріңіздер. Өте дәмді, сочный әрі жылдам уақытта пісіп дайын болады. Видео рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен фаршқа пияз қосамыз, блендерден өткізіп немесе турап қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіш, панировочный сухари мен бір жұмыртқа қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Қоймалжың кішкене сұйықтау болып жатса, кішкене ұн қосып араластырсаңыздар болады. Фаршымыз дайын. Пісіретін противенді жақсылап майлап аласыздар. Қолдарыңызды кішкене майлап алып, осылай котлеттерімізді формалап орналастырамыз. 8 бөлік шығады. Енді орталарында кішкене басамыз. 190 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді картоп пюресін дайындап аламыз. Піскен картоптың үстінен кішкене тұз қосамыз, сүт құйып, жақсылап барлығын осылай езіп алатын боламыз. Мұнда біздің котлеттеріміз жартылай пісті. Енді қолымызды тағы да кішкене майлап алып, осылай дәл жаңағыдай котлеттерді формалағандай пюренде формалап котлеттердің үстінен орналастырып шығамыз. Енді осының үстінен құятын томатный соус дайындау үшін